Енді мемлекеттік қызметкерлердің жұмысына көңіліңіз толмай арыз қалдырғыңыз келсе, заң орындарын жағалаудың қажеті жоқ. Шағымыңызды Телеграмдағы арнайы егов KZ бот платформасында қалдыра аласыз. Жаңа функцияны жасап шығарушы мемлекеттік қызмет істері агенттігі мен цифрлық даму министрлігі бұл туындаған мәселенің қысқа уақыт ішінде шешілу үшін таптырмас құрал екенін айтады. Бүгінгі күні азаматтарға туғаннан зейнетақы рәсімдеуге дейін көрсетілетін мемлекеттік қызметтің 1327 түрі бар. Сондай-ақ бизнес өкілдері де жер учаскелерін рәсімдеу, субсидия алу немесе заңды тұлғаны тіркеу үшін белгілі бір мекемелерден рұқсат құжаттарын алады. Осы кезде мемлекеттік қызметке жүгінген адам қызмет көрсетушінің артық құжат талап етіп, құқығын таптап жатқанын байқаса, Telegram ботқа шағым тастағаны жеткілікті болмақ. Агенттіктің қызметкерлері шағымданушымен тез арада байланысқа шығып, сол проблеманы шешуге барлық шараларын қабылдайды. Мысалы, міне Риддер қаласында болған, жақында болған жағдай, мүгедек баласы бар ана, оған негізі заң бойынша паспорт ақысыз берілу керек. Бірақ соның мамандары одан госпоштадан сұратып алмақшы болған. Біздің департаментіміздің қызметкерлері сол соңға звондап, бірден хабарласып, тиісті қызметті көрсетуге, ақысыз көрсетуге мәжбүрлегеннен талап еткен. Агенттік осылайша өз қызметіне атүсті қарайтындардың кесірінен құқығы тапталып жатқан адамдарға араша болмақ. Ал мамандар мемлекеттік органдардың жұмысын реттеу үшін тек арыз шағымды қарайтын жобаның болуы жеткіліксіз. Егер нақты салаларға қатысты айтылып жатқан ұсыныстарда назарға алынса, мұндай бастамаға қолдау білдіруге болады дейді. Бұның бәрі тек қана ақпаратқа, анықтамаға, немесе белгілі бір құжатқа байланысты болмау керек. Мемлекеттік қызмет деген мемлекеттік қызмет деген үкіметтің шенеуніктердің халыққа қызмет ету. Ол анықтамалардан көрі ол үлкен ұлан ғайыр шексіз дүние. Соған билік біртіндеп тыңдау керек.